Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз түс жору тақырыбында ерекше бір мағынаға ие түсті талдаймыз. Егер сіз түсіңізде сәбиді көрсеңіз, бұл не білдіреді? Ислам ғұламалары мен Ибн Сирин тәпсірлеріне сүйене отырып, осы сұраққа жауап іздейміз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Сәби көрудің жалпы мағынасы. Исламда сәби тазалықтың, ризығының молаюы және қуанышты жаңалықтың белгісі. Бірақ бұл түсті қалай көргеніңізге байланысты әртүрлі мағынаға береді. Түс жорудың әртүрлі мағыналары. Түсіңізде сәби көтерсеңіз, қолыңызға алсаңыз, бұл қуанышты хабар. Адал, ризық немесе үлкен жетістікке жету белгісі. Кейбір ғұламалар мұны өмірде жаңа мүмкіндік ашылады деп жориды. Егер сәби жылап жатса, бұл аздаған қиындықтардың белгісі. Бірақ бұл қиындықтар уақытша және оларды жеңуге болады. Түсіңізде сәби күліп тұрса, бұл жан тыныштығы мен рухани қуаныштың белгісі. Жақын арада жақсы жаңалық естисіз. Егер жүкті әйел түсінде сәби көрсе, бұл оның жеңіл босанатынын немесе дені сау баланы өмірге әкелетінін білдіреді. Ер адам түсінде сәби көрсе, ер адам үшін бұл адал табыс, мансаптағы өсудің белгісі. Егер бала өте әдемі болса, бұл табыстың ерекше мол болатынын білдіреді. Егер сәби сізден қашып кетсе, бұл жоғалған мүмкіндік немесе қолыңыздағы бір мүмкіндікті жіберіп алудан сақтану. Исламда сәби туралы хадистер мен кеңестер. Исламда сәби Алланың ең үлкен неғметтерінің бірі. Пайғамбарымыз, балалар жәннаттың гүлдері. Егер сіз түсіңізде сәби көрсеңіз, бұл түсті жақсыға жорып Алладан қайырын сұраңыз. Түсіңізде сәби көру әрдайым игіліктің белгісі. Бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал егер сіз түсіңізді бізге жазып қалдырсаңыз, біз оны тәпсірлеп береміз. Арнаға жазылып, келесі видеоларымызды күтіңіз. Алла баршаңызға жақсылық берсін.